Arap tili басты тіл, парсы тілі тәтті тіл, түріктің тілі өнерлі тіл, шұрайлы тіл, құнарлы тіл. Сол түрк тілінің ішіндегі ең таза сақталғаны, ең шұрайлысы, ең құндысы қазақтың тілі. Қазақтың байтақ даласына тұлпар шақса тұяғын қалатын, сұңқар ұшса қанаты талатын. Мына байтақ даланың қай бұрышына барсаңыз да қазақша сөйлей аласыз, бірін-біріңізді ұғып түсінесіз. Ең өзгенің көңіліне келсе, алақандай Әзірбайжанның бір шетімен екінші шетіне барғанда олардың ұғып айырмашылықтар бар, диалектісі бар. Ал қазақтың сөзінің тазалығы да, құнарлығы да, мінісіндегі байлығы да сонда. Сөнеген қазақ сөзге тоқтаған. Дәл басқа ұлттарда мен ондайды салыстырмалы түрде айтқанда байқамаймын. Қазақ сөзге тоқтаған, сөздің қадірін, қасиетін білген. Сондықтан айтамын, тұрмысынан таза, арамдық